Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте оңай әрі тез даярланатын пирог даярлаймыз. Пирогтың салмасына жаңа піскен жидекті немесе оның қатырылған түрін де қолдансаңыз болады. Ал пирог ингредиенттерінің барлығы кез келген ас үйден табылады. Инстаграмда опрос жүргізген уақытымда көп оқырмандарым оңай әрі тез даярланатын пирогтың рецептін сұраған болатын. Сондықтан осындай рецепттермен сіздермен көбірек бөлісейін деп шештім. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге даярлаңыздар. Пирог үшін бізге 3 дана жұмыртқа, 1 шымшым тұз, 100 грамм қант, 50 грамм айран, 80 грамм өсімдік майы немесе сары май, 70 грамм ұн, 2 шай қасық разрыхлитель, салмасына кез келген жидек және 1 шай қасық крахмал қажет. Алдымен 3 жұмыртқаны бір ыдысқа салып, оған 1 шымшым тұз қосып және 100 грамм қантымыздың барлығын қосып, оны миксермен араластырамыз. Жұмыртқаны бисквитке миксерлеген секілді өте көп араластырудың қажеті жоқ. Бұл жерде жай ғана жұмыртқаның көлемі ұлғайып, көпіріп, түсі сәл ағарса болғаны. Жұмыртқаға өсімдік майы мен айранды қосып, оны миксермен араластырамыз. Келесі кезекте ұнға разрыхлительді қосып, оны венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Ұнның барлығын елеп отырып, сұйық массамызға қосамыз. Барлығын ешқандай ұн түйіршіктері қалмағанға дейін жақсылап миксермен араластырамыз. Мен пирогтың салмасына қатырылған қарақатты қолдандым. Оған 1 шай қасық кукуруз крахмалын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жидектің барлығы кукуруз крахмалына орануы тиіс. Егер де мен секілді қатырылған жидектерді қолданатын болсаңыз, оны ертпей, сол қатып тұрған күйінде кукуруз крахмалмен араластырып қолданамыз. Ал егер де жаңа піскен жидектерді қолданатын болсаңыз, оны да дәл осылай кукуруз крахмалмен араластырып қолдана бересіздер. Жидектердің барлығын тестамызға салып, оны лопаткамен араластырамыз. Лопаткамен көп араластырудың қажеті жоқ, жай ғана 1-2 рет араластырсақ жетеді. Форманы фольгамен орап, дайындап алған пирогымыздың тестасын құямыз. Бұл пирогқа өзіңізде бар кез келген форманы қолдансаңыздар болады. Силиконовая форма болған жағдайда оны да қолдансаңыздар болады. Пирогты 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 40 минут пісіреміз. Барлығы сіздің пешіңізге байланысты, піскенін міндетті түрде ағаш палочкамен тексеріңіздер. Пирог аздап суығаннан соң оны формадан шешеміз. Пирогты дастарханға суытып, немесе ыстық күйінде де ұсынсаңыз болады. Пирогты дастарханға ұсынардың алдында бетіне сахарная пудра себеміз. Осымен біздің өте оңай әрі өте тез даярланатын пирогымыз дайын. Міндетті түрде даярлап жақындарыңызды қуантыңыздар. Мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдар мен әртүрлі тәттілердің рецептімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп, жаңа видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Сонымен қатар сіздер менің каналымнан торттар мен десерттердің мастер-классын таба аласыздар. Және де қысқа дайындық айдарынан әртүрлі салаттардың рецептін көре аласыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.